Бибісара Асаубаева бат Мунгунтул FIDE Women's Grand Prix Монако. Е4, С5 Сицилиян қорғанысы, АТФ Е6, Паульсен варианты, Д4, СД, АТ4, АЦ6, АЦ3, вәзір С7. Марк Евгеньевич Таймановтың варианты. Піл Е3, А6, мына Б5-тегі торды бақылауды ұстау. Піл Д3, АТФ6, вәзір Е2 және Б5. Бұл енді қалыпты жүріс. Сицилиян қорғанысындағы жиі болатын жағдай мына вәзір қанатындағы қозғалыс. Алдық және сарбазды негізгі орталыққа орналастырды. Және мына атқа шабуыл жасады. Бұл ат деген өрт сөндіруші, қорғаушы деген лақап аты бар. Б4. Әрине, ол біз мына өрт сөндірушіге шабуыл жасасақ, олар мынаған шабуыл жасап отыр. Алдық және піл Ж7 және Б3. Есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сарбаздардың саны тең, тек қана мынау енді сарбаз шеге деген лақап аты бар. Рокировка және осы жерде өрескел қате деп тұр. Енді үлкен қателердің бірі, өткен дәл қазір 0,61 болатын болса, мына жүрістен кейін 2,61 болып кетті. Бірақ Бибісарада қателесті. H4 деген іс-әрекет жасады. Басқа да мүмкіндіктер болды. Вәзір H5, мына H7-дегі сарбазға шабуыл жасау. F5, тура G1, бұл енді тарыш ережесі, өзіміздің ауыр фигураны артынан орналастыру. D5, G4, вәзір E8, вәзір H4, бұлай алдық және вәзір H6 деген осындай варианттарды ойнауға мүмкіндік бар еді. Бірақ H4 деп жүрді. F5 тағы да бір қателік, басқа да мүмкіндік болды дейді. F4, піл B7, H5, патша H8 және тура G1. Бибісараның не істеп атқанын мен толық түсініп тұрған жоқпын. Мына жерге баруға болмайды, өйткені қиын жағдайға тап боламыз. Мына сарбаз шеге, патша уәзір мына келетін болса, бізге мат қойып тастауы мүмкін. Енді патша қанатына да баруға мүмкіндік жоқ, өйткені осындай қиын жағдай емес. Не істеп атқаны Бибісараның мен толыққанды түсініп тұрған жоқпын енді. Піл F6, мына жерге енді шабуыл жасаудың амалы. Вәзір F2. Енді менің үрейленген нәрсем мынау болатын, бірақ бұл дұрыс шешім деген ақпарат бар екен. Мына жерде ең дұрысы вәзір F2-ның орнына әрине рокировка жасау керек еді дейді. Жарайды, піл F6 және A5. A4, мына жерде жабуға тырысты. Тура C8, піл D4, енді мына пілдің көзін жоюға тырысу керек, өйткені қауіпті пілдердің бірі. Мынау керемет деп айта алмаймын, өйткені сарбаздардың басым бөлігі ақ түсте орналасқан. Вәзір D4 алдық және вәзір E3. Тура C5, мынандай патша қиын жағдайға тап болуы мүмкін, егерде E жолы ашылатын болса, немесе D жолы ашылатын болса. Тура D1 және вәзір E7. Вәзір E7, піл E2. Енді басқа да мүмкіндік бар болды дейді. Мысалы, вәзірді патшаны F2-ге қойып, мына E жолынан алып тастау. Бірақ піл E2. Сарбаз негізгі орталыққа қойды және патша F1, енді қосымша мына G2-дегі сарбазды қорғау шығар деген ойдамын. D6, піл C4, енді мына пілді бір тамаша жерге орналастыруға тырысу керек. Піл E4 және мына C3-тегі сарбаз шегенің түбіне жету, өткені бұл сарбаз кәдімгідей қосалқы өтетін сарбазға айналу әбден мүмкін. Вәзір C3, D5, енді мынау байлау әдісі деген сияқты, бірақ шын мәнінде ақтар құтылып кетеді. Негізгі орталықтағы сарбазды алдық және тура E6. Піл D3 және тура E5. Сонымен мына тура деген жұмыс істеп атқан жоқ, мынау да керемет емес, мынау да осал сарбаздардың бірі. Бірақ мына сарбаз оқшауланған, мына сарбаз да оқшауланған. Көрейік енді арғай не болған. Патша F2 алдық. Енді бұлай алатын болсаңыздар, онда қиын жағдайға тап болуыңыз мүмкін. Тура C2. Бірақ сонда да тура D3, тура C2 шах қомағалар қатарына кірді. Патша F3, G7 және тура G1. Батареяны құрды. Ең басына жерге. Турамен болатын эншпилдегі бірақ қана ереже бар. Тураның белсенділігі өте тамаша болу керек.
тура C5, тура B1 бұл енді тарыш ережесі. Дәл қазір B4 деген әрекеттің арқасында сарбаздардан құтылу. Өйткені мынау артта қалған сарбаздардың бірі мүмкіндік бар болса. E4, D1 қайттан батареяны құрдық және мына оқшауланған сарбазға шабуыл жасадық. Бұлай және позиция осылай 3 мәрте қайталанды. Көрініп тұр, Бибісараның осы Сицилиан қорғанысындағы тәжірибесі жоқ екені байқалып тұр.